Бірінші атымды таныстырып өтейін. Менің атым Аслай және апайым. Салима Мұғабайқызы. Ал керек заттармен танысып алайық. Бояу, сүйқымай, суы бос стакан, сірке қышқылы және ас содасы. Алдымен керек заттарымыз суды құямыз. Апай, сірке қышқылын құюға көмектесші. Көмектесейін. Сірке қышқылын үлкендердің көмегінсіз қолдануға болмайды. Сірке қышқылын пайдаланған кезде қауіпсіздік ережесі. Сосын бояуды құямыз. Сосын сүйқымайды құямыз. Мә, апай, қандай керемет! Апай, қарашы! Сүйқымайымызбен суымыз аласпай тұр. Су астыңғы жағында, алмай үстіңгі жағында. Бұл сүйқымыздың тығыздығына байланысты екен. Енді ас содасын саламыз. Мә, қандай керемет! Апай, қарашы! Иә, бізге қандай керемет! Апай, біз бұған не деп ат қойсақ болады? Ерекше көрініс пайда болды бізде, Аслай. Біздің көрінісіміздің түсі көп екен, иә? Иә. Және түйіршіктер пайда болды, тамшылар сияқты. Біз бұған ғарыш тамшылары деп ат қояйық. Қарашы, апай, қандай керемет! Иә, біз сұйықтықтарымызға ас содасын салған кезде көмір қышқыл газы бөлініп, бізде ерекше көрініс пайда болды. Нағарам? Иә, апай, керемет! Маған бүгін қатты тәжірибе ұнады. Келесіде ауаға байланысты тәжірибе жасайықшы. Жарайсың, Аслай. Сен бүгін тәжірибеге өте жақсы қатыстың. Келесіде ауаға байланысты тәжірибелер жасап көретін боламыз.